әйел адамға өзіне сұрақ қою керек. Мен бұл еркекке нағыз әйелмін ба? Мен келсем. Қандай да бір қасындағы тұлғаға байланысты емес. Ол сенің санаңа, ойыңа, ой өрісіне, біліміне, өзіңді қалай бағалайсың, сен сол арқылы өзің таңдауыңды солай жасайсың ғой. Қазір енді такой уақыт, что не поймешь, короче. Кінәлі негізі, кінәлі емес негізі. Может быть, жаңағы анаға өзінің жаңағы алған, айтады ғой, әйелі дейді ғой, ұнамай қалған шығар, енді уақыт өткеннен кейін. Содан кейін уже немесе басқа қыз тапқан шығар. Зина деп айтамыз ғой. Иә, әңгімесі таусылған жұбайлардың жыры қоғамдағы өзекті мәселе. Отбасын ойрандап ажырасуға дейін әкеп соқтыратын ерінің опасыздығына расымен әйел заты кінәлі ме? Әйел адамға өзіне сұрақ қою керек. Мен бұл еркекке нағыз әйелмін ба? Яғни махаббатымды берем ба бұған? Өзімнің жылуымды, вниманиямды берем ба? Бұны итермелейін ба алдыға? Жоқ, мен өзім суықпын ба бұл адамға? Жазушы романист Аян Құдайқұлованың көптеген шығармаларының арқауы дәл осы тақырып. Олар оқырмандардың шынайы хаттарынан, яғни оқиғалар. Жазушының сөзінше кей жағдайлар жұбайлардың татуласуымен аяқталса, кейбірінің отбасы бұзылып, балалары екі арада қалып жатады. Бұл өте күрделі мәселе. Бір опасыздық жасаған адам ол қайтадан жасайды. Себебі мен көп оқиғаларды көрдім. Менің жазған кітаптарымдағы менің образдарым барлығы айтқанда біз кешірдік бір рет, екі рет дейді. Сонда опасыз болған адам кешірімді түсінбейді. Дүниедегі қасіреті адамның бойындағы абыройдан жұрда етеді. Екіншісі, кедейліктен көз аспайтын пақырлыққа тап болады. Үшіншісі, өмірін қысқа қылады. Алла тағаланың қаһарына ұшырайды. Мен ойлаймын, отбасын сақтап қалу үшін барлық әрекетті жасау керек. Себебі баланы ойлау керек. Ол әйел өзіне күйеу табады. Ер адам өзіне әйел тапты ғой. Қалай десек те, отбасы берекесін сақтап қалу екі жақтың да міндеті. Сол себепті тек еркекті немесе әйелді айыптаудан шығар нәтиже болмасы анық. Ұрыс керіс, сенімсіздік, қаржылық жағдайдың тұрақсыздығы, жұбайлар арасына бөтен адамдардың араласуы жұбайлар қарым-қатынасына сызат түсіретін негізгі факторлар екенін ұмытпаған жөн. Уақытша қиындыққа мойын сұнбай, нәпсіге ерік бермей, адал да ақ некені сақтап қалуға тырысқан абзал.